Өзге де жаңалықтар. Аурухана мен мектептердегі асханаларды жалға алу ақысы арзандамақ. Бұл туралы Алматыда кәсіпкерлер палатасының директоры Юрий Тлеумуратов бақ өкілдерімен өткен жиында мәлімдеді. Оның айтуынша, ұлттық экономика министрлігі әзірлеп бекіткен мемлекеттік мүлікті жалға беру ережелерінде заңға қайшы тұстар болғаны анықталған. Палата өкілдері бұған дейін бас прокуратураға шағымданған еді. Онда мемлекеттік мекемелердегі асханаларды жалға алып, қызмет көрсетіп жүрген кәсіпкерлер үшін ғимаратты жалдау ақысының негізсіз қымбаттағаны айтылған. Прокурорлар анықтағандай, жалға беру ақысы бекітілген кезде кәсіпкерлер палатасының өкілдері болмаған. Біз мұны жақсы жаңалық деп білеміз. Бас прокуратураның бұл іске араласуы үміт ұялатады. Және құзырлы орган өкілдері мұндай ережелер заңға қайшы екенін айтып отыр. Енді ұлттық экономика министрлігі мен Алматы әкімдігінің қаржы басқармасымен бірлесе отырып, асханаларды жалдау ақысы қайта қаралатын болады.